Сәлеметсіздер ме қыз-келіншектер, сіздермен бүгін осындай ерекше үлгідегі мантының түрін жасайтын боламыз. Ол үшін иленген екі бөлікке шығатын қамыр илеп аламыз жұмыртқа мен сұйық майға. Және сол иленген қамырымызды осылай жақсылап жайып алып, осылай жинайтын боламыз. Және осылай ашып аламыз. Ешқандай да қамырымыз жабыспайды, керемет болып шығады. Одан кейін мендегі үлкен болып кеткеннен кейін екі бөлікке бөліп алдым ортасын. Күнделікті осылай бір түрдегі мантыны беріп шаршаған болсаңыз, дәл осылай жасап шығыңыз, үйіңізді керемет таңғалдырасыз, және де жегенде де түрі бір тартымды манты болып шығады. Осылай барлық салмамыз салып болғаннан кейін екі бөлікті екі шетінен жауып шығатын боламыз. Ешқандай да қамырымыз жабыспайды. Болғаннан кейін осылай арасын кесіп аламыз. Осындай керемет ресторандағыдай мантыны жасап үй ішіңізді қуандырыңыз. Арасын осылай кесіп болғаннан кейін дайын болған мантыларымызды мантаваркамызға салып әдемілеп жайғастырамыз. Екінші бөліктегі қамырымызды осылай бөлік дөңгелекше етіп бөліп алып, осылай түйіп шығатын боласыз. Күнделікті манты түйуден шаршаған болатын болсаңыз, дәл осы түрімен жасап көріңіз. Өте оңай және көп те уақытыңызды алмайтын болады. Мінекей керемет естіп осылай түйіп аламыз. Мантымыз піскеннен кейін таяқшаны алып тастайсыздар. Астарыңыз дәмді болсын.